Катардағы әлем чемпионатында үздік 4 құрама қалды. Оның ішінде бұл кезеңге алғаш шығып отырған құрама бар, қатарынан екінші рет жартылай финалға жеткен 2 құрама бар және Лионель Мессидің Аргентинасы бар. Бүгін 4 құраманың да финалға шығу мүмкіндігін, бұрынғы әлем чемпионаттарындағы тарихын айтып, статистикаларға тоқталамыз. Бәріне сәлем, назарларыңызда екінші тайм арнасы, мен Есет Төлеш. 20 күннен бері назарымызды өзіне аудартқан әлем чемпионаты шарықтау шегіне жетті. Алдағы күндері әлем чемпионы мен басқа жүлдегерлер анықталады. Жартылай финалға кейбір жанкүйер күткен құрамалар өткен жоқ. Бразилия мен Португалия қазір үйінде. Енді жартылай финалды біз сияқты теледидардан қарайды. Айтпақшы, телеграмда біздің екінші тайм арнамыз бар, жазылып қойыңыздар, сілтемесі төменде. Кеттік. Хорватия құрамасынан бастайық. Хорваттар әлем чемпионатына алғаш рет 1998 жылы қатысқан. Оған дейін Югославия құрамында болған еді. 98 жылдан бері 7 мундиаль өтті, онда шақпақ түстілер 3-ші рет жартылай финалға шығып отыр. Ойлаңыздаршы, 7 әлем чемпионатының 3-еуінде хорваттар жартылай финалға шықты. 98 жылы алғаш рет жартылай финалға шыққанында Франциядан жеңіліп, кейін қола медальға таласқан. Онда Нидерландтан басым түсіп, тәуелсіз ел ретінде алғашқы мундиалында қола медаль иеленген. Ал 2018 жылы хорваттар финалға шыққаны есімізде. Ол кезде жартылай финалда Англиямен негізгі уақытта 1-1 есебімен тең түсіп, экстра таймда Марио Манджукич жеңіс голын соққан еді. Финалдың өзінде француздардан жеңіліп күміс медаль таққан. Биыл да хорваттар жартылай финалға жетіп отыр. Негізі хорваттар қарсыласын 90 минутта жеңгенді ұнатпайды. Асықпай қинап, үміттендіреді де, овертаймда не пенальти сериясында жеңіп кетеді. Бұл 2018 жылы басталған дәстүр. Сол жылғы әлем чемпионатының 1/8 финалында Данияны, ширек финалда Ресейді пенальти сериясында жеңген. Кейін жартылай финалда Англияны овертаймда жеңгенін айттық. Биыл да солай басталды. 1/8 финалда Жапонияны, ширек финалда Бразилияны пенальтимен жеңді. Хорваттар құрамында Лука Модричті ерекше атап өтуге болады. 37 жастағы Лука әлі жасындай жарқылдап жүр. Әзірше Катарда нәтижелі ойынымен көзге түскен жоқ. Гол соқпады, нәтижелі пас бермеді. Бірақ қорғаныспен шабуылды байланыстырып жүрген дәл осы Модрич. Одан бөлек хорваттардың дәл қазіргі қаһарманы Доминик Ливакович. Шақпақ түстілерді жартылай финалға алып шыққан дәл осы қақпашы. Пенальти сериясында 4 соққыны кері қайтарған. Әлем чемпионаты тарихында бұндай көрсеткішке ешбір қақпашы жетпеген. Одан бөлек Бразилияға қарсы ойында Ливакович 11 сейв жасады. Командасын финалға алып шықса, Загребте ескерткіш орната беруіне болады. Тағы бір ойыншыны айта кетуіміз керек. Бұл Иван Перишич. Ол Катардағы мундиальда 1 гол соғып, 2 нәтижелі пас берді. Қорғаныста да, шабуылда да керек ойыншы. Ал Хорватияның қарсыласы Аргентина болады. Аргентиналықтар әлем чемпионатының жартылай финалына 5-ші рет шығып отыр. Бұл құраманың жанкүйерлеріне жақсы статистика бар. Аргентина әлем чемпионатының жартылай финалында ешқашан жеңіліп көрмеген. Ең алғашқы әлем чемпионатының финалында Аргентина ойнағанын бірі білсе, бірі біле бермейді. Бірақ сол финалда Уругвайдан жеңіліп қалған. 1978 жылы әлем чемпионы болған кезде турнир ережесі басқаша болып, топтық кезеңнен кейін бірден финал болған. Ал 1986 жылы Аргентина жартылай финалда Бельгияны 2-0 есебімен жеңген. Сол кезде 2 голды да Диего Марадона соққан болатын. Артынша финалда Германияны жеңіп, екінші рет әлем чемпионы атанған еді. Келесі 1990 жылғы мундиальда да Аргентина жартылай финалға жетіп, Италияны пенальти сериясында жеңді. Бірақ финалда Германиядан жеңіліп қалды. Одан кейін 24 жыл бойы Аргентина әлем чемпионатының жартылай финалына жете алмады. Тек 2014 жылы Аргентинаның Марадонадан кейінгі жаңа жұлдызы Лионель Мессимен бірге жартылай финалға жетті. Ол кезде Нидерландты жеңіп, финалда тағы да Германияға есе жіберді. Ал биыл жартылай финалға 5-ші рет шығып отыр. Топта Сауд Арабиясынан жеңіліп қалғаннан кейін Мексика мен Польшаны 2-0 есебімен сенімді жеңді. Артынша Австралия мен Нидерландты үйіне қайтарды. Қазір Аргентина құрамасынан кімді ерекше атап өткен жөн? Әрине, Лионель Мессиді. Бұл 35 жастағы Мессидің соңғы әлем чемпионаты. Яғни құрамамен бірге әлем чемпионы атануға соңғы мүмкіндік. Месси мұны жақсы түсінеді. Катарда 4 гол соғып, 2 нәтижелі пас берді. Былайша айтқанда, Аргентина биылғы әлем чемпионатында 9 гол салса, соның 6-ауына Месси араласқан. Одан кейін Джулиан Альваресте биыл белсенді. Әзірше еншісінде 2 гол бар. Польша мен Австралия құрамаларына гол соққан. Қақпашы Эмилиано Мартинестің де еңбегін бағалаған жөн. Оның ойыны мінсіз емес. Нидерландқа қарсы кездесудің пенальти сериясына дейін ерекше сейфтерімен көзге түсе қоймады. Бірақ ширек финалдағы пенальти сериясында Нидерландтың алғашқы 2 соққысын қайтарып тастап, Аргентинаға жолдама алып берген осы қақпашы болатын. Бұл кездесуде Аргентина анық фаворит саналады. Мессидің бабына қарасақ, расымен солай. Аргентина құрамасы кейінгі 41 матчында 1 мәрте ғана жеңілді. Оның өзі Сауд Арабиясынан. Мынадай бір қызық статистика бар. Катардағы додада Аргентина бірінші болып гол жіберіп көрген жоқ.
есепті міндетті түрде өздері ашады. Хорватия керісінше Катарда әлі бірінші болып гол соғып көрген жоқ. Міндетті түрде бірінші гол жібереді, сосын барып есепті теңестіруге тырысады. Былайша айтқанда, өзім ұрмаймын, бірақ ұрса қарап тұрмаймын деген қағида. Канада, Жапония мен Бразилияға қарсы матчтарда солай болған. Ал Бельгия мен Мароккоға қарсы ойындарда тіпті есеп ашылған жоқ. Аргентина мен Хорватия өзара 5 рет кездескен. Әзірше есеп тең. Бір-бірін 2 реттен жеңіп, бір ойын тең аяқталған. Командалар кейінгі рет 2018 жылы Ресейдегі әлем чемпионатының топтық кезеңінде кездескен. Сол ойында Хорватия Аргентинаны 3-0 есебімен тасталқан еткен болатын. Ал Лука Модрич бір гол соққан еді. Бірақ 2018 жылғы Хорватияның биылғы Хорватиямен бір айырмашылығы бар. Биылғы хорваттар көп гол соқпайды. 4 жыл бұрын хорваттар жартылай финалға дейін қарсыластарына 10 гол соғып тастаған. Ал биыл Катарда әзірше 6 гол соқты. Оның 4-еуі Канада қақпасына. Аргентина болса керісінше алаңға шықса голсыз кетпейді. Бұл команда соңғы рет былтыр қарашада гол соқпай кеткен. Бразилияға қарсы ойын 0-0 есебімен аяқталған болатын. Содан кейін 18 матч бойы міндетті түрде гол соғып келеді. Бұл матчта Аргентина фаворит екенін айттық, бірақ біз білетін хорваттар оңай шағылатын жаңғақ емес. Қорғаныста сауатты ойнайды, соңғы 11 матчында 6 гол ғана жіберген. Матчты пенальти сериясына жеткізудің хас шебері. Аргентинаға қарсы ойынды да сол ойымен өткізетін шығар. Ливаковичтің өзі пенальтиге жеткізіп беріңдер, әрі қарай өзім істеймін деп отырған болар. Франция құрамасы әлем чемпионатының жартылай финалына 7-ші рет шықты. Басында француздар үшін жартылай финал алынбайтын қамал еді. Алғаш рет 1958 жылы жартылай финалға жетіп, Пеленің Бразилиясынан жеңіліп қалған. Кейін 82 және 86 жылдар 2 рет немістер тоқтатты. Ал соңғы 3 рет жартылай финалға жеткенінде финалға жолдама алған екен. Алғаш рет 1998 жылы өз еліндегі мундиалда ғана жартылай финалда жеңе алды. Ол кезде Хорватиядан басым түскен. Кейін тарихында тұңғыш рет әлем чемпионы атанды. Ал 2006 жылы жартылай финалда Португалияны жеңіп финалда сүрінген еді. Одан кейін 2018 жылы Ресейде өткен әлем чемпионатының жартылай финалында Бельгиядан, финалда Хорватиядан басым түскен. Француздардың биылғы қарқыны да жаман емес. Топтық кезеңде Аустралия мен Данияны жеңді, бірақ екінші құрамы Тунистен жеңіліп қалды. Плей-офф кезеңде Польшаны тізе бүктіріп, Англияға да үйге қайтыңдар деді. Франция құрамасының қазіргі көшбасшысы Килиан Мбаппе. 23 жастағы форвард Катарда 5 гол соғып, сүрмергендер тізімінде бірінші орында тұр. Аустралия, Дания және Польша қақпасынан саңылау тапқан. Жалпы алғанда Мбаппе әлем чемпионаттарында 9 гол соғып тастады. Бұл көрсеткіш бойынша Роналду мен Марадона сияқты аңыздардан озып кетті. 36 жастағы Оливье Жиру да биыл бабында. Осы әлем чемпионатында 4 гол соғып тастады. Топтық кезеңде Аустралия қақпасына 2 гол соғып, Франция құрамасы тарихындағы үздік сүрмергендер көрсеткіші бойынша Терри Анримен теңескен еді. Бірде 8-ші финалда Польша қақпасынан саңылау тауып, өз құрамасының үздік сүрмергені болды. Ал ширек финалда тағы бір рет көзге түсіп, өз рекордын жаңартты. Уго Льорис те Катарда 2 рекорд авторы атанды. Ширек финалда Англияға қарсы кездесуде ол 143 рет алаңға шығып, Франция құрамасы сапында ең көп матчы өткізген футболшы болды. Одан бөлек әлем чемпионатында ең көп матчы өткізген француз атанды. Ол мундиалда 18 матчқа қатысқан. Биылғы әлем чемпионатының басты сенсациясына да жеттік. Турнир басында өлім тобына түскен Марокко жартылай финалға жетеді десе, ешкім сенбес еді. Сарапшылар Марокко Катардағы мундиалда Хорватия, Бельгия және Канадамен бір топқа түскенде оның плей-оффқа шығу мүмкіндігін төмен деген еді. Бірақ Марокко Хорватиямен тең түсіп, Бельгия мен Канаданы сенімді жеңді де топтан бірінші орынмен шықты. Кейін 1/8 финалда испандардың қарқынын басып, пенальти сериясында басым түсті. Ширек финалда Португалияны жеңіп, айды аспанға шығарды. Бір қызығы, Марокко әлем чемпионатында бір гол ғана жіберді. Оның өзінің қарсыласы емес, Наев Агерт өз қақпасына соғып алған. Тіпті пенальти сериясында да испандар Марокко қақпасынан саңылау таба алмады. Жалпы марокколықтар әлем чемпионатына 6-шы рет қатысып жатыр. Оның 4-еуінде топтан шыға алмай қалған. Африкалық құрамаларға есік ашып беретін дәл осы Марокко. 1970 жылы әлем чемпионатында ұпай еншілеген алғашқы африкалық құрама. 1986 жыл әлем чемпионатының плей-офф кезеңіне өткен алғашқы африкалық құрама. 2022 жыл әлем чемпионатының жартылай финалына жеткен алғашқы африкалық құрама. Биыл Марокконы өрге сүйреп жүргендерді айтайық. Бірінші кезекте әрине қақпашы Ясин Буну. Буну қарсылас тепкен барлық соққыны кері қайтара алды. Ол Катарда 4 матчқа қатысты. Тек Бельгияға қарсы кездесуде денсаулығына байланысты алаңға шыға алмаған еді. Буну әлем чемпионатының 3 матчына гол жібермеген алғашқы африкалық қақпашы атанды. Марокконың жартылай финалға шығуы бірінші кезекте Бунудың арқасы. Одан бөлек шабуылдағы Юсеф Эн-Несери мен Хаким Зиештің еңбегі зор. Эн-Несери 2 гол соқты. Оның бірі Португалияға қарсы жеңіс голы.
голы. Ал Зиештің еншісіне 1 гол мен 1 нәтижелі пас бар. Қорғаныста Ашраф Хакимидің жұмысын айтып кеткен жөн. Ол әлем чемпионатында допты қарсыластан тартып алу көрсеткіші бойынша көш бастап тұр. Одан бөлек 1 ассист мен Испания қақпасына соққан пенальтиін ұмытпайық. Әрине, бұл ойында Франция құрамасы фаворит. Француздардың шабуыл шебінде жылдам Мбаппе, баспен гол соққыш Жиру, дриблингі мықты Дембеле бар. Жартылай финалда гол соққыш құрама мен гол жібермейтін құрама кездесейін деп тұр. Керісінше алар болсақ, Франция Катарда 1 матчты да құрғақ аяқтап көрмеген, міндетті түрде кем дегенде 1 гол жібереді. Ал Марокко гол соққанды ұната қоймайды. 5 матчта 5 гол ғана салған. Француздар әлем чемпионатында африкалық құрамаға қарсы кейінгі 6 матчының 3-інде жеңіліп қалған. Ал Марокко еуропалықтарды жеңе алатынын плей-оффта дәлелдеп тастады. Жалпы Франция мен Марокко бұған дейін 5 рет кездескен. 3-інде француздар жеңіп, 2 ойын тең аяқталған. Марокко француздарды әлі жеңіп көрген жоқ. Алдағы жартылай финалда Мбаппе мен Хакимидің дуэлін көреміз. ПСЖ-да бірге ойнайтын бұл футболшылар арасында нағыз текетірес болғалы тұр. Екінші тайм арнасының болжамына тоқталсақ, финалда қатарынан 2-ші рет Франция-Хорватия кездесуін көруіміз әбден мүмкін. Ал сіздің ойыңыз қандай? Пікірге жаза кетіңіз. Лайк басып, каналға жазылып, қолдау білдіріп қойыңыздар. Сау болыңыздар.